Ассалаумалейкум достар, бұл Қазақ Storytime. Біз бастаймыз. 1942 жыл ақпан. Новгород облысы, Демьянск түбі. Орыс орманның түні тым ұзақ әрі қорқынышты еді. Ағаштардың сықырлаған даусы сүйектен өтетін аяздың күшін паш еткендей. Аспанда ай жоқ, тек зұлмат қараңғылық. Жерде тізеден келетін қар, астында адамды тірідей жұтатын батпақ. Қасым етігінің ұшын ақырын қозғап, аяғының жансызданып қалмауын қадағалады. Ол қозғалмай жатқалы 4 сағат болған. Үстіндегі ақ жамылғысы, масқалат, оны қар басқан төмпешікке ұқсатып тұр. Қасымның демі бу емес, баяу ғана шыққан жылу. Ол ауа жұтқанда да, шығарғанда да дыбыс шығармауға машықтанған. Бұл Алтайдың шыңдарында, Тарбағатайдың бөктерінде аң-аңдығанда қалыптасқан әдет. Бірақ бүгін ол аң-аңдып жатқан жоқ, ол ажал аңдып жатыр. Қасым Жарқынбаев. Жасы 40-тан асқан, самайын қылау шалған қазақ. Ауылдағылар оны қара мерген дейтін. Соғысқа дейін қолына мылтық алып тау кезіп қасқыр ататын. Енді міне, сол өнері оны мынау жат жердің батпағында тірі алып қалған жалғыз қаруына айналды. Кеше түнде оның ротасы қырғынға ұшырады. Немістің 16-шы армиясының элиталық дивизиясы өлі бас, Тәрінкап, оларды қоршауға алып, минометпен төпелеп тастады. 120 жігіттен тірі қалғаны 5-ақ еді. Оның 4-еуі таңға жуық жарақатынан жан тапсырды. Қасым жалғыз қалды. Қолында әкесінен қалған ескі әдетпен күтіп ұстаған Мосин винтовкасы және бір уыс оқ. Оның алдында шамамен 300 метр жерде неміс блиндажының мұржасынан түтін будақтап жатыр. Олар жеңістерін тойлап жатса керек. Граммофонның қарлыққан даусы, немісше айқай-шу, күлкі естіледі. Олар білмейді. Олар өздерінің желкесінде қазақтың кетке суарылған көзі қадалып тұрғанын сезбейді. Қасымның көз алдына кешегі қырғын келді. Жас бала, әлі мұрты тебіндемеген шымкенттік Ержанның ішегі ақтарылып жатып, аға, су дегені құлағынан кетер емес. Ержанның көзіндегі сөнген сәуле Қасымның жүрегіндегі мейірімді өлтіріп, орнына мұздай суық, тастай қатты бір сезімді ұялатты. Бұл кек емес еді. Бұл аңшылық инстинкт. Қасқыр қораға шапса, шопан аяп отырмайды. Немісте қасқыр. Тек екі аяқты темір тісті қасқыр. Бисмилля деді Қасым іштей сыбырлап. Ол дүрбісін көзіне тақады. Блиндаждан 2 офицер шықты. Біреуінің иығындағы погоны жарқырайды. Обер-лейтенант болса керек. Екіншісі ұзын бойлы, темекі тұтатқан неміс. Олар бір-біріне қарап күліп, бірдеңелерді талқылап тұр. Қасым желдің бағытын есептеді. Жел оңнан солға қарай әлсіз соғып тұр. Қашықтық 320 метр. Аяз -25 градус. Мұндай суықта оқ ауада сәл төмендейді. Қасым қолғабын шешпеді, бірақ сұқ саусағындағы ойықты ашып шүртпеге спусковой крючок тигізді. Оның мылтығы жай темір емес, досы, сырласы. Ол мылтығына қарагер деп ат қойып алған. Қарагерім сүрінбе. Анау тұрған ұзын сарыны көрдің бе? Сол біздің олжамыз деді ол іштей мылтығымен сөйлесіп. Демін ішке тартып жартылай шығарды. Жүрек соғысы бәсеңдеді. Әлем тоқтап қалғандай болды. Тек қарашық пен нысана арасындағы жіңішке сызық қалды. Тарс. Оқ даусы ормандағы тыныштықты қақ айырды. Ұзын бойлы офицердің басы шалқасынан түсіп, қарс сүйім қарға күрсетіп құлады. Екінші офицер не болғанын түсінбей, сілейіп тұрып қалды. Бұл оның қателігі еді. Аңшы 2 рет мүмкіндік бермейді. Қасым сырманы, затвор, шапшаң ғана тартып, екінші оқты ұңғыға салды. Тарс. Екінші неміс етпетінен түсті. Блиндаж маңы азан-қазан болды. Сирена қосылды. Неміс солдаттары құмырсқадай қаптап сыртқа жүгірді. Автоматтарын жан-жаққа кезеніп, ормандағы елеспен алысқандай бейберекет оқ жаудырды. Бірақ Қасым ол жерде жоқ еді. Ол атуын атты да, қарға сіңіп, жыланша жылжып, алдын ала дайындаған екінші орнына қарай сырғып кетті. 2 қасқыр деп санады ол. Әлі алда тұтас үйір бар. Қасымның екінші бекінісі құлаған қарағайдың түбіндегі табиғи шұңқыр еді. Ол мұнда бір күн бұрын келіп бұтақтармен бүркемелеп кеткен. Қазақ аңшысының қағидасы,
ізіңді жасыр, иісіңді білдірме. Ол үстіне шыршаның инелерін сеуіп, киімін арнайы шөп қайнатпасымен жуған. Неміс иттері оның иісін ала алмайтын. Сол күні түске дейін немістер орманды сүзіп шықты. Миномет пен Қасымның алғашқы атқан жерін аяусыз атқылады. Қарағайлар сынып қар күйіп жатты. Қасым болса олардан небәрі 500 метр жерде бүк түсіп жатып, қалтасынан құрт алып кемірді. Ауылдан келген сәлем деме. Анасының қолының табы қалған құрт. Ол оған күш берді, рух берді. Сендер көпсіңдер, деді Қасым сыбырлап, неміс колоннасының өтіп бара жатқанын бақылап. Сендерде танк бар, зеңбірек бар. Бірақ сендер мына орманды білмейсіңдер. Сендер мына аязды жау көресіңдер. Ал мен үшін аяз, көрпе, орман, үй. Осы сәтте Қасымның назарын бір көрініс аударды. Жолдың бойымен тұтқындарды айдап барады. 10 шақты кеңес солдаты. Үстеріндегі киімдері дал-дұл, қолдары арқаларына байлаулы. Оларды 3 неміс айдап келеді. Бірақ артында пулемет орнатылған мотоцикл жүріп келеді. Қасымның тісі тісіне тиіп шықырлады. Ол бұл жігіттерді құтқара алмайтынын түсінді. Егер қазір оқ атса, өзінің орнын білдіреді, және бәрібір оларды қырып тастайды. Аңшының басты қағидасы шыдамдылық. Сезімге ерік бермеу. Бірақ тұтқындардың арасында ақсаңдап келе жатқан, басы таңылған бір жауынгер кенеттен жол шетіне құлады. Неміс конвойыры оған жүгіріп келіп тепкілей бастады. Aufstehen. Schnell. Тұр. Тез. Деп ақырды неміс. Жауынгер тұра алмады. Неміс автоматын кезенді. Қасым шыдай алмады. Оның есебі, жоспары бәрі бір сәтте екінші орынға сырылды. Қазақта жетім көрсең жебей жүр, ғарып көрсең демей жүр деген сөз бар. Өз бауырыңды ит құсқа жем қылу өлімнен де ауыр қылмыс. Қасым винтовкасын иығына қойды. Бұл жолы қашықтық жақын 150 метр. Бірақ нысана қозғалыста. Ол неміс шүріппені баспай тұрып үлгеруі керек. Тарс. Оқ немістің дәл кеңірдегінен тиді. Ол мылтығын ұстаған күйі шалқасынан түсті. Екінші конвойер аңтаң болып қалды. Тұтқындар да түсінбей қалды. Тарс. Мотоциклдегі пулеметшінің каскасы ұшып кетті. Тұтқындардың арасынан біреуі айқайлады. Бауырлар. Қашайық. Біздікілер. Жандармен қашқан тұтқындар орманға сіңіп бара жатты. Үшінші неміс автоматын енді көтере бергенде Қасым оның қолынан атты. Ол мақсатты түрде өлтірмеді, жаралады. Неге? Өйткені жаралы солдат өлі солдаттан гөрі армияға көбірек салмақ. Оны тасу керек, емдеу керек, оның айқайы басқалардың рухын түсіреді. Тұтқындар аман есен ағаш арасына кіріп кетті. Қасым олардың соңынан қарап, терең күрсінді. Ол өзінің орнын әшкереледі. Енді нағыз аңшылық басталады. Тек бұл жолы аң өзі. Кеш батты. Қасым орнын ауыстырып үлгерді. Ол немістердің не істейтінін білетін. Олар қазір тазарту операциясын бастайды. Шынында да жарты сағаттан соң орман ішіне арнайы жасақ, игерлер кірді. Бұлар жай солдаттар емес, соғысқа төселген, қысқы ұрысқа машықтанған кәсіби өлтірушілер еді. Олардың үстінде ақ масқалат, қолдарында оптикалық көздеуші бар винтовкалар. Қасым үлкен шыршаның бұтақтарының арасында жерден 3 метр биіктікте отырды. Бұл өте қауіпті әдіс. Снайперлер әдетте жерде жатады. Ағашқа шығу, қашып құтылу жолын кесу деген сөз. Бірақ Қасым немістердің оны жерден іздейтінін білді. Астынан 5 неміс снайпері өтіп бара жатты. Олар асықпайды, әр бұтаны тексеріп келеді. Олардың командирі, бетінде тыртығы бар жуан неміс, қолымен белгі беріп, үнсіз бұйрық таратты. Қасым демін ішіне тартты. Оның жағдайы қиын еді. Бесеуге қарсы жалғыз. Егер біреуін атса, қалған 4-еуі оны шұрық тесік қылады. Ол қыннан кездігін, пышағын суырды. Оқ атуға болмайды. Топтың ең соңында келе жатқан неміс сәл кідірді. Ол бәтеңкесінің бауын байламақ болып еңкейді. Қалғандары 10 қадам алға озды. Қасым шыршадан үнсіз секірді. Ол тура немістің үстіне мысықша түсті. Қар дыбысты жұтып қойды.
Сол қолымен немістің аузын басып, оң қолымен кездікті оның мойын омыртқасының арасына сұғып алды. Неміс дыбыс шығаруға да үлгермеді, тек денесі дір етті де сөніп қалды. Қасым оны ақырын қарға жатқызды да, өзі қайтадан қар астына сүңгіп кетті. Ол ағашқа қайта шықпады, себебі із қалады. Ол енді өзінің сүйікті әдісі қасқыр соқпағына көшті. Алдыңғы төртеуі арттағы серігінің жоқ екенін байқағанда, кешет. Хэнс, Ганс, деп сыбырлады біреуі. Жауап жоқ. Олар дереу шеңбер жасап қорғанысқа көшті. Бірақ олар кіммен алысып жатқанын білмеді. Бұл орыс солдат емес еді. Бұл даланың елесі, ата-бабасынан қанына сіңген аңшылық қасиеті бар көшпенді еді. Қасым оларды айналып өтіп жел жақтан келді. Ол қарды домалатып кішкентай дыбыс шығарды. Немістер сол жаққа жалт қарады. Дәл осы сәтті күткен Қасым екінші жақтан ағаш тасасынан шығып, шеткі немісті дәл жүрегінен атты. Тарс. Орман қайтадан жаңғырықты. Қалған үш неміс оқ атылған жаққа оқ жаудырды. Бірақ Қасым ол жерде жоқ еді. Ол атып болған соң бірден домалап сайға түсіп кеткен. Бұл түні Қасым Жарқынбаев немістің таңдаулы снайперлер тобының бесеуінде жер жастандырды. Үшеуін винтовкамен, біреуін пышақпен, ал соңғысын командирлерін айламен. Командирді ол тірілей қолға түсіргісі келген. Бірақ неміс берілмеді, гранатасын шығарып үлгерді. Қасым оның қолынан атып, гранатаны өз аяғының астына түсіруге мәжбүр етті. Таң ата Қасым өз ұясына батпақтың ортасындағы кішкентай аралшыққа келді. Бұл жерге неміс техникасы өте алмайтын. Ол от жағуға қорықты. Тек тоңған нанын суға малып жеді. Ол өзінің дәптерін шығарып, химиялық қарындашпен жазды. 1942 жыл. Бүгін 7 фашист жойылды. Ержан бауырым, сенің кегіңнің бір бөлігі қайтты. Бірақ бұл басы ғана. Олар менің жалғыз екенімді білмейді. Мен оларға тұтас дивизия болып көрінемін. Алла қуат берсін. Қасым мылтығын сүртті. Оның көзінде шаршау бар, бірақ қорқыныш жоқ. О 16-шы армияның тылында нағыз тозақтың ортасында жалғыз қалды. Бірақ ол жалғыз емес еді. Онымен бірге туған жерінің рухы, қазақтың қайсар мінезі бар еді. Келесі күні неміс радиостанциялары шулады, назар аударыңыз. Демьянск ормандарында орыстың Сібірлік елес деп аталатын диверсиялық тобы жүр. Сақ болыңыздар. Олар бір қазақтың тобы емес, жалғыз аңшы екенін білгенде қандай күйде болар еді. 2 күн өтті. Қасым орман ішіндегі өз ұясынан, жасырынған жерінен тек түнде ғана шығып, суық сумен бетін жуып, қарын жібітіп жүрді. Немістер оны іздеуді тоқтатқан жоқ. Керісінше орман ішіне шаңғышылар отрядын жіберді. Бірақ Қасым олардың ізіне түспеді. Оның мақсаты ұсақ түйек емес еді. 3-ші күні таңертең аспаннан мотордың гүрілі естілді. Қасым басын көтеріп қарады. Кішкентай жеңіл Фейсал Өсторч, Аист, ұшағы төмен ұшып келе жатты. Ол майдан шебінен өтіп, немістердің тылына, үлкен штаб орналасқан ауылға қарай бет алды. Үлкен құс қонды деп ойлады Қасым, демек, ұяда үлкен жыртқыш бар. Ол орнынан қозғалды. Штаб орналасқан ауыл Васильевшина осы жерден 10 шақырым. Қалың қарды кешіп, батпақты айналып өту керек. Қасым асықпады. Аңшының ең басты қаруы шыдам. Ол жол жөнекей немістің байланыс сымдарын кесіп, іздерін шырша бұтақтармен жасырып отырды. Түс ауа ол ауылдың шетіне жетті. Дүрбісін алып бақылауға кірісті. Ауыл нағыз қамалға айналыпты. Айнала тікенек сым, пулемет ұялары, күзет мұнаралары. Штабтың алдында қара түсті 3 жеңіл машина және жаңағы ұшақ тұр. Кенет штаб есігі ашылып, бір топ офицер шықты. Олардың ортасында ұзын бойлы, қара плаш киген, жағасы биік, фуражкасының төбесі биік бір адам жүр. Қасындағы полковниктер оған құрақ ұшып, есік ашып жатыр. Қасымның жүрегі дүрс етті. Бұл генерал. 16-шы армияның немесе С дивизиясының жоғары шенді командирі. Қашықтық 800 метр. Бұл өте алыс. Мосин винтовкасымен мұндай қашықтықтан дәл тигізу лотерея. Жел, ауа қысымы, оқтың траекториясы бәрін есептеу керек.
оның үстіне нысана қозғалыста. Қасым тәуекелге бармады. Атсам өлтіруім керек. Жараласам қашып кетеді. Ол күтуге шешім қабылдады. Генерал ұшаққа мінбеді, керісінше машинаға отырып, майдан шебіне қарай жол тартты. Олардың бағыты алдыңғы шептегі окоптарды тексеру болса керек. Жолымыз бір екен деді Қасым. Ол орманды қиып өтіп, неміс колоннасының алдынан шығуға ұмтылды. 6 көрініс. Тұзақ ішіндегі кездесу. Қасым орманның қалың жерімен жүгіріп келе жатты. Оның өкпесі қысылып, маңдайынан тер шықты. Ол төте жолды білетін. Кенет оның алдынан қар астынан бірдеңе шырт еткендей болды. Аңшылық түйсігі тоқта деп бұйырды. Қасым бір аяғын көтеріп тұрып қалды. Аяғының ұшында жіңішке сым керіліп тұр. Мина. Немістер мұнда мина қоймайды. Бұл олардың өз тылы ғой деп ойлады ол. Демек, қозғалма деген дауыс естілді арқа жағынан. Орысша, бірақ акцентпен емес, таза орыс тілінде. Қасым басын ақырын бұрды. Екі үлкен қарағайдың арасынан фуфайка киген, сақалды екі адам шықты. Қолдарында неміс автоматтары, МП-40. Қолыңды көтер, деді біреуі. Қасым мылтығын жерге қойып қолын көтерді. Мен өз адамдарымын, деді ол сабырмен. Көреміз, деді сақалды. Түріңе қарасақ, орысқа ұқсамайсың. Немістің тыңшысы шығарсың. Азиялық легионнан ба? Мен қазақпын. Қызыл армияның жауынгерімін. 391-ші атқыштар дивизиясынамын. Партизандар жақындады. Олар Қасымның құжаттарын, қызыл әскер кітапшасын тексерді. Қасым Жарқынбаев, деді сақалды, суретке қарап. Сен жайлы естідік. Немістер радиодан шулап жатыр. Сібірлік елес деген сен бе? Қасым жымиды. Елес емеспін. Мергенмін, менің атым Иван. Батя дейді, жігіттер, деді сақалды жігіт қолын ұсынып. Біз жергілікті партизандармыз. Сен біздің минаға түсіп қала жаздадың. Иван Қасымды өз лагеріне ертіп барды. Лагер жер астына қазылған блиндаждардан тұрады екен. Іші жылы, буржуйка пеші жанып тұр. Мұнда 20 шақты адам бар. Олардың арасында жаралылар да, әйелдер де жүр. Партизандар Қасымға ыстық шай мен қайнатылған картоп берді. Қасым ұзақ уақыттан бері алғаш рет ыстық тамақ ішті. Біз неміс генералын аңдып жүрміз, деді Иван картаны жайып. Ол бүгін алдыңғы шепке барады. Біз оның көлігін жарып жібермекпіз. Жара алмайсыңдар, деді Қасым, оның күзеті тым күшті. 3 бран транспортер, мотоциклдер. Мина қойсаңдар да, алдыңғы машина жарылады, генерал аман қалады. Ендеше не істейміз? Иван Қасымға сұраулы жүзбен қарады. Оны мен аламын, деді Қасым винтовкасын сипап. Маған тек ыңғайлы орын керек. Және оның назарын аударатын шу керек. 7 көрініс. Жалғыз оқ. Жоспар құрылды. Генерал өтетін жолдың бір жағы батпақ, екінші жағы сирек орман. Партизандар орман жағынан шабуыл жасаған сыңай танытып атыс бастай. Немістер қорғанысқа көшкенде генерал машинадан түсуі немесе тоқтауы мүмкін. Сол сәт Қасымның сәті. Қасым өзіне орын таңдады. Бұл жолдан 400 метр қашықтықтағы жалғыз қураған емен ағашының басы еді. Ағашқа шығу қиын, әрі жел соғып тұр. Бірақ көрініс алақандағыдай. Ол ағашқа шығып өзін белдікпен бұтаққа байлады. Винтовканың ұңғысын шүберекпен орап қойды, жылтырамас үшін. Сағат тілі түскі 2-ні көрсетті. Көкжиектен неміс колоннасы көрінді. Алдыда мотоциклдер, одан кейін броневик, сосын генералдың хор көлігі. Колонна белгіленген жерге жеткенде Иванның жігіттері оқ жаудырды. Тарс-тұрс. Пулемет дауысы, гранаталардың жарылысы. Неміс колоннасы кілт тоқтады. Солдаттар машиналардан секіріп түсіп жол жиегіне жата қалды. Олар партизандар жаққа қарай оқ баратты. Генералдың көлігі тоқтады, бірақ ешкім шықпады. Жүргізуші машинаны артқа қарай айдамақ болды. Шықпайды, деді Қасым тістеніп. Қорқақ неме?
Бірақ кенет броневиктің пулеметшісі партизандардың ұясын дәл көздеп ата бастады. Партизандардың жағдайы қиындады. Қасым генералды ұмытты. Егер қазір пулеметшіні алмаса, Иванның тобы қырылады. Ол нысананы ауыстырды. Тарс. Броневиктің мұнарасындағы пулеметші құлады. Пулемет үні өшті. Осы сәтте генералдың көлігінің есігі ашылды. Генерал емес, оның адъютанты шығып дүрбімен жан-жаққа қарай бастады. Артынан генералдың өзі түсті. Ол айқайлап солдаттарға бұйрық беріп жатыр. Оның ойынша снайпер жоқ, тек партизандардың шабуылы ғана. Қасым терең дем алды. Нысанада генералдың басы. Фуражкасындағы бүркіт белгісі анық көрініп тұр. Қашықтық 420 метр. Жел басылды. Бұл Ержан үшін. Бұл қаза тапқан рота үшін. Қасым шүріппені баяу басты. Тарс. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Генералдың басы жұлқынып кетті. Фуражкасы ұшып түсті. Ол қолын ауаға сермеп қар үстіне етпетінен құлады. Немістер сілейіп қалды. Командирлері көз алдарында жан тапсырды. Партизандар мұны пайдаланып ура деп шабуылға шықты. Немістер абдырап шегіне бастады. Генералдың денесін алып кетуге тырысқанымен оқ астында қалып қойды. 8 көрініс. Қасқырдың жарасы. Қасым ағаштан түсуге ыңғайланды. Бірақ осы сәтте ол қателік жіберді. Оның атылған жерін немістің тәжірибелі мергені байқап қалған еді. Зың. Оқ Қасымның дәл жандағы бұтаққа тиіп, жаңқасы бетіне шашырады. Екінші оқ. Қасымның иығын жарып өтті. Ах! Қасым тепе-теңдігін жоғалтып, ағаштан құлап түсті. Белдік оны ұстап қалды, бірақ ол ағашқа соғылып, қабырғасының сынғанын сезді. Ол пышағымен белдікті кесіп жерге түсті. Иығынан қан ағып жатыр. Көзі қарауытып барады. Ұйықтама. Ұйықтасаң өлесің. Ол қарды уыстап алып жарасына басты. Ауырсыну соншалық есінен танып қала жаздады. Алыстан неміс солдаттарының осы жаққа қарай жүгіріп келе жатқаны көрінді. Олар снайпердің құлағанын көрді. Қасым орнынан тұруға тырысты, бірақ аяғы бағынбады. Бітті. Қасым, жолың болмады. Ол гранатасын қолына алды. Тұтқынға түспейді. Кенет оның жанына шаңғымен 2 партизан келіп тоқтады. Бұл Иванның жігіттері еді. Ағатай, тірімісің? Олар Қасымды қолтығынан демеп шаңғыға жатқызды. Кеттік. Тез. Олар орманның қалың жеріне қарай зымырады. Немістердің оғы артынан ысқырып өтіп жатты. Бірақ қазақ аңшысы бұл жолы да ажалдан сытылып шықты. 9 көрініс. Мергеннің анты. Лагерде Қасымның жарасын таңып тастады. Оқ сүйекке тимепті, етін жұлып өткен. Қабырғасы қатты ауырады. Иван кірді. Оның жүзі бал-бұл жанады. Қасым, сен кімді атқаныңды білесің бе? Қасым басын шайқады. Біз штабтан құжаттарды қолға түсірдік. Сен атқан генерал С дивизиясының өлі бас тобының командирі Теодор Эйке. Тарихи анықтама. Эйке шын мәнінде 1943 жылы атылған. Бірақ бұл көркем шығарма болғандықтан оқиғаны сәл өзгерттік, немесе бұл басқа маңызды генерал деп қабылдауға болады. Немістер қаралы күн жариялады. Қасым әлсіз жымиды. Қасқырдың басы алынды. Бірақ үйірі әлі тірі. Иван Қасымның қолын қысты. Сен бізге үлкен үміт сыйладың. Бүгіннен бастап сен біздің аңызсың. Сені қара мерген деп атайтын болдық. Қасым терезеге, блиндаждың кішкентай тесігіне қарады. Далада қайтадан боран басталыпты. Менің жұмысым біткен жоқ, Иван, иығым жазылсын. Мен оларға қазақтың даласы қандай болатынын әлі көрсетемін. Сол түні Қасым түс көрді. Түсінде ол Алтай тауында жүр екен. Аспанда қыран бүркіт қалықтап жүр. Бүркіт төмен сорғалап келіп Қасымның иығына қонды. Қасым бүркіттің көзіне қараса, бұл Ержанның көздері екен. Аға, шаршамаңыз дейді бүркіт. Біз жеңеміз, партизандардың лагерінде өмір өз ырғағымен өтіп жатты. Қасымның жарасы тез жазылды. Иттің жарасы тез бітеді деп әзілдейтін ол, бірақ бұл тау суы мен қымыз ішіп өскен қазақтың таза қанының күші еді.
Жергілікті емші кемпір, Мария апай, оған шөптен дәрі жасап, жарасын күнде таңып берді. Осы 2 апта ішінде майданда жағдай өзгерді. Неміс генералының өлімі 16-шы армияның рухын түсіріп жібергендей болды. Олар ормандағы әрбір бұтадан қорқатын болды. Шварцер ягер, қара аңшы деген лақап ат неміс солдаттарының үрейіне айналды. Бірақ Қасым бір нәрсені сезді. Оның ішкі түйсігі дауыл алдындағы тыныштық деп дабыл қақты. Немістердің ормандағы белсенділігі күрт төмендеді. Егерлер жоқ, шаңғышылар жоқ. Тек тыныштық. Өте қауіпті тыныштық. Иван, деді Қасым мылтығын майлап отырып. Олар бірдеңе бүлдіріп жатыр. Неміс кек алмай қоймайды. Олар сенен қорқады, Қасым, деді Иван күліп. Сен олардың жүрегін ұшырдың. Жоқ, қасқыр қойға шапқанда қойлар қорқады. Бірақ қасқырға қарсы төбет шыққанда ол қорықпайды, ол айқасқа дайындалады. Олар маған қарсы төбетін алдырды. 11 көрініс. Берлиннен келген қонақ. Васильевшина ауылындағы неміс штабы. Далаға қымбат, қара түсті көлік келіп тоқтады. Одан ұзын бойлы, сымбатты, жасы 40-тар шамасындағы офицер түсті. Оның мундирінде темір крест, орденнің барлық дәрежелері жарқырайды. Ең бастысы, оң қолының жеңіндегі алтын емен жапырағы белгісі. Бұл вермахтың ең үздік мергендеріне ғана берілетін белгі. Бұл майор Карл фон Вебер еді. Мюнхен олимпиадасының жүлдегері, корольдік аңшылар әулетінің ұрпағы және Еуропадағы ең қауіпті мерген. Оның есебінде 400-ден астам жойылған нысана бар. Штаб бастығы оны құрметпен қарсы алды. Гер майор, сіздің келгеніңіз біз үшін үлкен мәртебе. Орыс снайпері біздің өмірімізді тозаққа айналдырды. Вебер жымиды. Оның көздері мұздай суық еді. Орыс па? Маған оның азиялық екенін айтты. Иә, қазақ дейді. Өте қу. Азиялықтар. Дала түйсігі. Қызық, мен жабайы аңдарды аулағанды жақсы көремін. Вебер генералдың денесін қарап шықты. Оқтың кірген жерін, траекториясын есептеді. 400 метрден астам. Желді ескерген. Және бірақ оқ. Бұл кезде соқтық емес. Бұл шеберлік. Майор өзінің арнайы винтовкасын шығарды. Мазер 98 арнайы тапсырыспен жасалған, 6 есе үлкейтетін ізес оптикасы бар. Және оқтары да қарапайым емес, ауыр, жарылғыш оқтар. Мен онымен ойнаймын, деді Вебер темекісін тұтатып. Алдымен оның рухын сындырамын. Сосын өзін. 12 көрініс. Алғашқы құрбан. Қасым жарасы толық жазылмаса да аңшылыққа шықты. Онымен бірге жас партизан 18 жасар Мишка еріп шықты. Мишка Қасымға шәкірт болғысы келетін. Аға, маған да үйретіңізші. Мен де фашист қырғым келеді. Қасым қарсы болды, бірақ баланың жігерін көрген соң тек бақылаушы боласың деп келісті. Олар ескі позицияға жақын, Жылансай деген жерге келді. Қасым дүрбімен айналаны шолды. Бәрі тыныш. Тым тыныш. Құстар сайрамайды. Мишка, басыңды көтерме, деді Қасым сыбырлап. Орманда бөтен көз бар. Мишка шыдамсыздық танытты. Ол неміс каскасын таяққа іліп, окаптан сәл шығарды. Бұл ескі әдіс, снайперді алдау үшін. Әдетте жас неміс снайперлері бұған алданып ататын. Бірақ бұл жолы тыныштық. Оқ атылмады. Көрдіңіз бе, аға? Ешкім жоқ, деді Мишка күліп басын сәл көтерді. Тарс. Дыбыс естілмей тұрып, Мишканың маңдайында кішкентай қызыл нүкте пайда болды. Ол аға деп айтып та үлгермеді, құлап түсті. Қасым селт етпеді. Тек тісін қайрады. Оқ алыстан, шамамен 800 метр жерден, орманның арғы шетінен келді. Және дыбысы бәсеңдетілген. Бұл кәсіби маманның қолы. Ол каскаға алданбады. Ол шыдаммен күтті. Және ол Қасымды емес, оның шәкіртін атты. Неге? Қасымды ашуландыру үшін? Қателік жасатқызу үшін? Сәлем, неміс, деді Қасым іштей, Мишканың көзін жауып жатып. Сен соғысқа келмепсің. Сен ойынға келіпсің. Қабылдаймын. 13 көрініс. Психологиялық соғыс.
Келесі 3 күн нағыз тозаққа айналды. Вебер мен Қасым бір-бірін іздеді. Бірақ бірде-бір оқ атылмады. Бұл жүйке соғысы еді. Вебер қулыққа көшті. Ол түнде партизандар жүретін соқпақтарға мина қойып кетті. Ағаштарға Қасымды мазақтайтын суреттер іліп кетті. Бір күні Қасым өзінің ескі ұясынан неміс шоколадының қағазын тапты. Бұл мен сенің қайда жатқаныңды білемін, қаласам өлтірер едім деген белгі еді. Қасым түсінді, Вебер онымен мысық тышқан ойнап жүр. Неміс өзінің техникалық артықшылығына, күшті дүрбі, жақсы винтовка сенеді. Бірақ Қасымда бір артықшылық бар еді. Ол табиғатпен үндестік. Қасым желдің қалай соғатынын, қардың қалай сықырлайтынын, құстардың неге үркетінін жатқа білетін. Вебер қала баласы, тердің чемпионы. Қасым дала ұлы, тіршілік чемпионы. 4-ші күні Қасым әдісін өзгертті. Ол енді жасырынбады. Ол өзін аңқау етіп көрсеткісі келді. Ол таңертең күн шығыс жақтан, күн сәулесі немістің көзіне шағылысатын тұстан орын тепті. Бұл снайпер үшін қауіпті, бірақ есептелген тәуекел еді. Ол қардан адам мүсінін жасады. Үстіне өзінің шинелін жапты. Ал өзі одан 50 метр жерде, судың ішінде, мұз қатпаған бұлақ бар еді, қамыстың арасында жатты. Суық су сүйектен өтіп барады. Бірақ шыдау керек. 14 көрініс. Шырға, приманка. Сауа. Вебер шынымен де келді. Ол Қасымның іздерін әдейі қалдырған сынық бұтақтарды көріп, оны ақымақ деп ойлады. Жабайы азиялық. Шаршаған болар. Қателік жасады деп ойлады Вебер. Ол Қасымның шинел жабылған мүсінін дүрбісімен көрді. Жел сәл соғып, шинелдің етегін қимылдатты. Бұл қимыл Веберді сендірді. Майор винтовкасын ыңғайлады. Оның оптикасында Қасымның арқасы анық көрініп тұр. Афвайдерсен, қош бол деді Вебер күлімсіреп. Тарс. Немістің оғы мүсіннің дәл омыртқасын тесіп өтті. Шинел құлады. Вебер жеңіске жеттім деп ойлады. Ол орнынан тұрмады, сақтық сақтады. Бірақ іштей салтанат құрды. Бұл да ойын бітті. Ол темекісін тұтату үшін оттығын шертті. Бұл оның соңғы қателігі. Оттықтың чік еткен кішкентай жалыны мен түтіні оның орнын әшкереледі. Қасым судың ішінде дір-дір етіп жатқан. Ол неміс оғының шинелге тигенін көрді. Ол немістің сақ екенін білді. Бірақ темекі. Рахмет саған, неміс әдеті, деді Қасым. Ол судан мылтығын шығарды. Қолы үсіп қалған, саусақтары икемге келер емес. Ол тісімен қолғабын шешті. Саусағын аузына салып жылытты. Вебер 600 метр жерде, қарағайдың түбінде жатыр. Оның басы көрінбейді, тек иығы мен темекінің түтіні. Қасымға тек бір мүмкіндік бар. Егер мүп кетсе, Вебер оның су ішінде жатқанын түсінетте, екінші оқпен жайратып сала. Қасым көзін жұмды. Әкесінің сөзі есіне түсті. Мерген нысананы көзімен емес, жүрегімен көреді. Оқ сенің жалғасың болсын. Ол демін тоқтатты. Жүрек соғысы баяулады. Ол Вебердің басын көрмесе де, адам анатомиясын білетін. Иық мына жерде болса, бас сәл жоғарыда. Тарс. 15 көрініс. Соңғы көз қарас. Қасымның оғы Масин винтовкасынан атылып шығып, аязда ауаны тіліп өтті. Вебер темекісін сорып үлгермеді. Оқ оның оптикалық нысанасына, прицеліне тиді. Неміс оптикасы әлемдегі ең сапалы шыны быт-шыт болды. Оқ шыныны тесіп өтіп, Вебердің оң көзіне қадалды. Тарихта сирек кездесетін снайперлік сәлем оқтың оптика арқылы тиюі. Вебер мылтығын құшақтаған күйі дыбыссыз қалды. Оның алтын емен жапырағы қар үстінде қанға боялды. Қасым орнынан тұра алмады. Су оның денесін мұзға айналдырып жіберген еді. Ол су ішінен еңбектеп шықты. Партизандар олар алыстан бақылап тұрған, жүгіріп келді. Қасым, сен оны алдың. Олар Қасымды көтеріп алды. Қасымның дене қызуы 40 градусқа көтеріліп кеткен. Ол есінен танып бара жатып, мылтығын алыңдар. Дәлел.
деп сыбырлады. Иван Вебердің денесіне барды. Ол немістің бетін көріп шошып кетті. Тура көзден, деді ол басын шайқап. Оптикасын тесіп өтіпті. Бұл адам емес, бұл шайтан. Иван Вебердің құжаттарын алды. Майор Карл фон Вебер. Міне, саған Олимпиада чемпионы, деді Иван өлі неміске қарап. Сен Еуропаны жеңген шығарсың, бірақ қазақты жеңе алмадың. Сол түні партизан лагерінде той болды. Бірақ Қасым оны көрмеді. Ол қайтадан қатты ауырып, өлім мен өмір арасында жатты. Бұл жолы жара емес, өкпе қабынуы, пневмония оны алып кете жаздады. Бірақ оның темір организмі тағы да сыр бермеді. 3 күнден соң ол көзін ашты. Төсегінің басында Вебердің Мазер винтовкасы тұр еді. Бұл оның трофейі, 16 көрініс. Темір құрсау. 1942 жылдың наурызы. Көктем ерте келді. Қар еріп ормандағы батпақ суға толды. Бұл партизандар үшін жаман хабар еді, себебі қармен бірге олардың табиғи қорғанысы да еріп кеткендей болды. Іс жасыру қиындады. Немістер Вебердің өлімінен кейін ашынды. Олар енді снайперлерді емес, тұтас бір жазалаушы полкты, Displazy Regiment, орманды сүзуге жіберді. Олардың мақсаты қара мергенді және оның ұясын түп тамырымен жою. Лагердегі жағдай мүшкіл. Азық-түлік таусылған. Жаралылар көбейді. Иван Батя шешім қабылдады. Біз қоршауды бұзып, үлкен жерге, Қызыл армия бақылауындағы аймаққа өтуіміз керек. Әйтпесе бәріміз қырыламыз. Ол жалғыз шайтан өткелі арқылы. Бұл екі батпақтың арасындағы жіңішке құрғақ жер. Немістер де мұны біледі және сол жақтан тосады. Қасым, деді Иван картаға қарап. Сенің жағдайың қалай? Жүр аласың ба? Қасым жөтелді. Өкпесі әлі сыр беріп жүр. Бірақ көзінде от бар. Жүре аламын. Бірақ біреу артта қалып немістерді бөгеп тұруы керек. Әйтпесе жаралылар мен әйелдер өткелден өтіп үлгермейді. Иван Қасымға қарады. Екеуі де түсінді. Бұл біреудің кім екені айтпаса да белгілі еді. 17 көрініс. Қазақ пен орыс. Түн партизандар жиналды. Қасым өзінің ескі Мосинін және Веберден қалған маузерді дайындады. Оқ дәрінің барлығын дерлік Қасымға қалдырды. Иван, деді Қасым қоштасарда. Егер елге аман жетсең, менің ауылыма хат жаз. Шығыс Қазақстан, Күршім ауданы. Қасым қашқан жоқ, Қасым соңына дейін соғысты деп айт. Қасым. Иванның көзіне жас келді. Ол алып денелі қазақты құшақтады. Сен менің бауырымсың. Біз сені ұмытпаймыз. Керуен жолға шықты. Қасым жалғыз қалды. Ол өткелдің аузындағы биік төбешікке бекініс жасады. Бұл жерден алдағы 1 шақырым жер алақандағыдай көрінеді. Ал қарагерім, деді ол мылтығын сипап. Бүгін сен екеуміздің соңғы аңшылығымыз. Бүгін біз қасқыр емеспіз, бүгін біз таумыз. Ал таулар құламайды. 18 көрініс. Тозақтың қақпасы. Таң атысымен немістер лап қойды. Алдымен минометпен атқылады. Жер асты үстіне шықты. Қасымның үстіне топырақ үйіліп қалды, құлағы тұнып қалды. Бірақ ол тірі. Жау әскер, пехота, шабуылға шықты. Олар партизандар қашып кетті деп ойлады. Олар өткелге қарай ашық жүгірді. Қасым күтті. Ол немістердің жақындағанын, олардың жүздерін көргенше күтті. 300 метр. 200 метр. Тарс. Офицер құлады. Тарс. Пулеметші құлады. Немістер абдырап қалды. Олар кетпепті. Тосқауыл деп айқайлады олар. Шайқас 4 сағатқа созылды. Қасым 2 мылтықты кезек қолданды. Біреуінің оңғысы қызып кеткенде екіншісін алды. Ол орын ауыстырып немістерге мұнда тұтас бір взвод бар сияқты әсер қалдырды. Немістер артиллерия шақырды. Снарядтар Қасымның бекінісін тура нысанаға алды. Бір снаряд жарылғанда жарықшақ Қасымның аяғына тиді. Қасым тістеніп етігінің қонышын кесіп, жарасын шүберекпен қатты байлап тастады. Ауырсыну миын шағып барады.
Шыда Қасым, Иванға уақыт керек. Олар әлі өткелден өткен жоқ. 19 көрініс. Темір аңмен жекпе-жек. Түс ауа немістер танк, ПКП жіберді. Темір құбыжық шынжыр табанымен жерді орып, өткелге қарай келе жатты. Винтовка оған түкті емес. Қасымның жанында партизандар тастап кеткен 2 танкіге қарсы граната және бір жаңғыш қоспа, молотов коктейлі бар еді. Бірақ танкке жақындау керек. Танк зеңбірегінен атты. Қасымның оң жағындағы топырақ опырылып түсті. Құлағынан қан ақты. Кел, бері кел, темір есек деді Қасым еңбектеп. Танк тура Қасымның бекінісіне жақындады. Ол окопты таптап өтпекші. Қасым соңғы күшін жинады. Ол окоптың түбіне жабысып танк үстінен өткен сәтті күтті. Темір шынжырлар басынан гүрілдеп өтті. Жер сілкінді. Танк өте бергенде Қасым артына бұрылып, мотор бөлігіне жаңғыш қоспаны лақтырды. Бөтелке сынып отла бетті. Мотор гүрілдеп барып өшті. Танк тоқтады. Люктен немістер шыға бастады. Қасым маузерді алып, оларды біртіндеп теріп түсірді. 20 көрініс. Соңғы дем. Күн батты. Қасымның оғы таусылды. Қолында тек пышақ және бір граната қалды. Немістер оның жалғыз екенін, оғы біткенін түсінді. Олар оқ атуды тоқтатты. Рас. Кам. Орыс, бері шық. Деді дауыс зорайтқышпен неміс офицері. Сен жақсы соғыстың. Біз сенің ерлігіңді бағалаймыз. Беріл тірі қаласың. Қасым аспанға қарады. Алғашқы жұлдыздар көрінді. Тура ауылындағыдай жұлдыздар. Ол анасын, әкесін, Ержанды ойлады. Мен берілсем, мені цирктегі аюдай елге көрсетеді. Қазақтың намысын таптайды. Жоқ, неміс. Қасқыр қолға үйретілмейді. Қасым гранатаның мұрындығын суырды. Бірақ тетігін жібермеді. Қолында қысып ұстады. Ол окоптан баяу көтерілді. Немістер оны көрді. Қан жоса болған, киімі жыртылған, бірақ еңсесі тік, көзінде оты бар жауынгер. Немістер оған жақындады. Олар аңызды тірілей ұстағысы келді. Енді хауч. Қолды көтер. Қасым жымиды. Ал келіңдер қонақтар. Ол немістердің топталып қасына келгенін күтті. Офицер оның қолынан ұстай бергенде Қасым саусағын жазды. Аллаху әкбар деген дауыс орманда жаңғырықтырды. Гүрс. Жарылыс Қасымды да, оны қоршаған 5-6 фашисті де жоқ қылды. Орман бір сәтке тынышталды. Тіпті желдің өзі батырдың рухына тағзым еткендей тоқтап қалды. Дәл сол сәтте 10 шақырым жерде Иван және оның тобы Қызыл армияның бекінісіне жеткен еді. Олар алыстан естілген жарылыс даусын естіді. Иван бөрігін шешіп тізерлеп отырды. Қош бол, бауырым. Эпилог. 1965 жыл. Жеңістің 20 жылдығы. Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы. Ауыл шетіне Волга машинасы келіп тоқтады. Одан омырауы орденге толған, шашы аппақ қудай орыс қариясы түсті. Бұл Кеңес одағының батыры Иван Петрович Сидоров, батя еді. Оны ауыл ақсақалдары, мектеп оқушылары қарсы алды. Иван Петрович ауыл ортасындағы ескерткішке барды. Ол жерде соғыстан қайтпаған боздақтардың тізімі жазылған тақта тұр. Тізімнің басында Жарқынбаев Қасым 1942 жылы ерлікпен қаза тапты деген жазу бар. Иван қария тізерлеп тасты сипат. Көзінен жас парлады. Мен келдім, Қасым, уәдемде тұрдым. Сенің ерлігіңді кітап қылып жаздым. Сені бүкіл әлем біледі қазір. Вебердің винтовкасы Мәскеудегі музейде тұр. Астында қазақ мергені Қасым Жарқынбаевтың олжасы деп жазылған. Жиналған жұрт үнсіз тұрды. Иван Петрович сөмкесінен бір уыс топырақ шығарды. Бұл Демьянск орманының топырағы. Сенің қаның төгілген жерден алдым. Туған жеріңмен қауышсын. Ол топырақты ескерткіштің түбіне септі. Сол күні ауыл үстінен бір қыран бүркіт ұшып өтті. Ол биікте қалықтап, шаңқылдап дыбыс берді. Ақсақалдар, бұл Қасымның рухы ғой, елге сәлем беріп жатқанын естті. Соңы